мөлдіреген көзің қайда, сол алғашқы алдаулаған сезім қайда, армандастар құрдастар. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Армандастар, абзал достар. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Аға әпкелер, қадамдарыңызға нұр бітсін. Сіздердің құрметтеріңізге оқушыларымыздың өз жүрегінен шыққан арнауын қабыл алыңыздар. Армысыздар 40 жылдық түлектері, бармысыздар сол кездегі тіректері. Құтты болсын 40 жылдық мерейтой, құтты болсын 40 жылдық түлектер. Өтті кетті 40 жылда зымырап, 4 секундтай бәрі бірдей құлдырап. Талай күндер өтті кетті қайран күндер, бала шақта сол қалған балғын шақта. Қайран күндер сағындай боп сарғайтар, талай күндер қызығымен бір күлдіріп марғайтар. Сағынтады, сарғайтады әрқашан сол кездегі партадағы қызықтар. Анау құтты болсын ағайын 40 жылың, 81 мен 21 өлең жырым. Құтты болсын ағайын қуанышың, өміріңде болсын ылғи жақсы күнің. Құтты болсын өр тұлғалы аталарым, құтты болсын кең пейілді әжелерім. Сағындырған мектеппенен қоштасудан өтіпті ғой 40 жылдай уақыттарың. Бұл күнде бұлбұл құстар сайрайтын күн, сіздер үшін ән шырқасып ойнайтын күн. Сағындырған балалық шағыңызға көз тоймай суреттерге қарайтын күн. Кеше балайдық келдік бүгін талай жасқа, көз жетті бір қалыпты тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сез, қонамасқа не қызық бұл жалғанда деп, Абай Құнанбаев айтқандай, бір-бірлеріңіздің сыйластықтарыңызды жоғалтпай, бүгін алтын ордамызға бір болып, ұйымшылдық болып келіп тұрғаныңызға қуаныштымын. Және де бір мәрте қош келдіңіздер. Сіздердің құрметтеріңізге барлығымыз бірге орындайық, жүрекпен орындайық, ауылы мәнін қабыл алыңыздар. Yeah, I
Мерекелеріңіз құтты болсын. Келіңіздер. Açık koy, video Kamera kaydı. Mına жерге оқып келіңдер. Şimdi kelin var ekan psixologdan şömene gel ayıl var mı yok mu? Var mı yok mu? Қазір жоқ. Саламатсыздар ма? Біздің жас түлектерімізге қадамдар құтты өмірде өз орын табуларына тілектес болып өтті. Міне осыдан 11 жыл бұрын, яғни 2010 жылдың 1 қыркүйегінде 11 сыныпқа қабылданған балапандарымыз мектеп табалдырығын ұшқалы отыр. Бұл балаларымыз тардай болып кіріп, таудай болып шыққалы отырғанына құрметті қонақтар, ата-аналар өздері куә болып отырсыздар. Нөмір 11 жалпы орта білім мектебінде оқу жылының ақырғы күнінде сыңғырлы соңғы қоңырау мерекесін өткізуге жақсы дәстүрге айналды. Жаңа Өзбекстанда еркін және бақытты жасайық ұран астында мемлекеттік егемендігінің 30 жылдық қарсаңында осы шараны өткізу оған өзгеше бір көрініс береді. Бұл күн бітіруші оқушыларымыздың өміріндегі ең қуанышты ұмытылмас күн. Осы шара қарсаңында бүлдіршіндеріміз мектепке деген сағынышы, ұстаздарға деген құрметті шексіз екендіктерін дәлелдейді. Міне кеше ғана алғашқы қоңыраусыздар астында аттағы мектебінің 4 оқушысы мектеп мінекей табалдырық аттағалы отыр. Ескіден келе жатқан жақсы сөз бар. Екі тойың қабат болсын, екі дүниең абат болсын. Осыдан 40 жыл бұрын, яғни 1981 жылы Константин Демидов-Ушинский атындағы орта мектепті бітірген түлектері Алтын Ордасымен қайта қауышылды. Бүгінде ақжаулықты ана, ел ағасы болған сыныптастар үлкен өмірге қанат қақтырған білім ордасына құрмет көрсетіп, жастық шақты сағынышпен еске алуда. Талаптары доң болсын, тойларыңыз тойға ұлассын. Бүгінгі 40 жылдық мерекелеріңізбен өздеріңізге түлеп ұшқан қара шаңырақ 11 жыл мектеп ұжыматынан бүкіл туған жерлеріңіз Мыңбұлақ ел атынан құттықтаймын. Мектепте жалпы 83 оқушыға 21 оқытушы тәлім беруде. Оқытушылардың 20-сы жоғары білімді, бір оқытушымыз жоғары оқу орнын сырттай оқуда. 21 оқытушының ішінде бір оқытушымыз жоғары санаттағы, 2 оқытушымыз бір санаттағы, 10 оқытушымыз екінші санаттағы, ал қалғаны жас маман. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев әлемдегі ең үлкен байлық жастықта алған білім және елеген кәсіптік өнер деген ғибратты үлкен мағына бар. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевтің бастамасымен 2020 жылы 6 қарашадағы 6108 президент тәрбиесіне сәйкес мектеп оқушыларын 7 сыныптан бастап кәсіптік өнерге баулу және де мектепте бітіріп шыққан оқушыларын аттестатпен қоса қосымша бір маманның иесі бойынша кәсіптік дипломға ие болып шығуы жолға қойды. Міне бүгін мектепте бітірген тұрған оқушыларымыздың 3 айлық оқу курстарын бітіріп, Мойнанова Мадина Бану мен Қалдыбаева Көркем өздерінің таңдаған мамандықтары бойынша медбикесін. Олғасбаев Амангелді мен Сүйіқұлбек Сұлтан жүргізуші куәлігін алып, бір маман иесі болып шыққалы тұр.
Елбасымыз Шавкат Мираманович бастамасымен Абат ауыл мемлекеттік бағдарламасы бойынша мектебіміз күрделі жөндеуден өтті. Жастарымыздың білім алу үшін барлық жағдайлар жасалып, физика, химия, биология, лаборатория кабинеттері және сынып кабинеттері, спорт залының спорт жиһаздарының толықтай жабдықталып, оқушыларға барлық жағдайлар жаратылды. 2020-21 оқу жылының заманауи мектебімізде заманауи сынып компьютер сыныбыменен және жоғарғы 11,18 мегабайт тезліктегі интернет желісіне жалғанды. Бүгінгі күнде оқытушылардың күнделікті сабақта ақпарат технологиялардан пайдаланып келуде. Біз үшін 2020-21 оқу жылы өте маңызды жыл болды десем жаңылтпаған болармын. Бірінші, мектебіміз сыртқы аттестация аккредитациядан өтті. Төртінші, 9-шы, 11-ші сынып оқушылары математика, қазақ тілі әдебиеті, физика, химия пәндеріне жазбаша бақылау жұмсалынды. Алынған жұмыстардың нәтижесі оң баға беріп, мектебіміз аттестация аккредитациядан өтті. Екіншіден, әр жылы республикадағы 10 мыңға жуық мектептер арасында 7 критерий бойынша ұлттық рейтинг өткізіліп келуде. Осы оқу жылында ауданда 2 мектеп түскен болса, соның бірі біздің 11-ші мектеп. Рейтингке түскен мектептен 7 критерий бойынша бірінші критерия 9-шы сынып оқушыларының математикадан бақылау жұмысы, қазақ тілі әдебиеті пәнінен диктант. Екінші, мектепте оқушылардың жаратылған жағдайлар бойынша анықталған бойынша сауалнама. Үшінші, мектеп оқытушыларының біліктілігі және сауалнама бар. Одан кейінгісі аудан әкімшілігінің мектепке ажыратылған қаражаты. Жаңа жоғарыда айтылып өткендей 7-ші және 11-ші сынып оқушыларының кәсіби білімі. Ең ақырғысы, құрметті қонақтар, өтіруші мінекей 11-ші сынып оқушыларының жоғарғы оқу орнына түсуі. Құрметті қонақтар, біз бұл критерий бойынша республикадан келіп жазбаша жұмыстарын алып кетті. Көрсеткіші оқу жылының соңында анықталады. Біз құда қаласа жаңа оқу жылынан бастап 20-22 оқу жылынан бастап біз күнделік электронный журнал бойынша іске түсіріліп жатыр. Құда қаласа жаңа оқу жылынан бастап біз құрметті қонақтар, құрметті ата-аналар, біз жаңа оқу жылынан бастап күнделік журнал толтырмай, барлығы электронный түрде өткізіледі. Біз үйде отырып телефоннан оқушының қандай баға алғаны, сабаққа келгені келмегені жөнінде біз ақпараттың бәрін біліп отыратын боламыз. 2017-2021 жылдарда Өзбекстан Республикасын дамытудың 5 систем бағыты бойынша әрекеттер стратегиясы. Сондай-ақ жастарды қолдап қуаттау және халық денсаулығын нығайту жылы мемлекеттік бағдарламасы орындалу мақсатында мектепте іс-шаралар белгілеп алып жастарымыздың рухани дүние танымын кеңейту, жасөспірім қыздарымыз тұрмысқа ерте шығуын алдын алу, өз жанына қастық қылу, жастарымыздың шетелде болып жатқан іс-әрекеттен аулақ болу мақсатында мектеп әйел қыздар ұйымы, жастар одағы, махалла және ауылдық врачтық бекемемен біргелікте бірнеше рет кездесулер өткерілді. Ата-аналар жиналысы өткен. Бұл алып барып жатқан жұмыстары өз нәтижесін беруде. Өзбекстан Республикасы президент Шавкат Мираманович Мирзиев әлеуметтік рухани ағарту салалары жұмысын жаңа тізімге жол қою, жастарымыздың бос уақытын мазмұнды түрде өткеру бойынша 5 басқышты бастамасы жолға қойды. Бірінші, жастардың ән күй суретшілігі, әдебиет, театр және өнердің басқа түрлерінің қызығушылығын арттыру. Екіншіден, жастардың рухани шынықтыру, олардың спорт саласындағы қабілетін арттыру. Үшінші, халық және жастар арасындағы компьютер технология және интернет өнімділігін пайдалану. Төртіншіден, жастар руханиятын асыру, олар арасындағы кітап сүйерді ең жайдыру бойынша тілді жұмыстар алып барылуда. Ең соңғысы 5-ші, әйел қыздар жұмысының тәміндеу және жоғары айтып өткен 5 басқыштың 4 басқышы мектепке тиісті болса, күндізгі сағат 16:00-ден 20:00-ге дейінгі аралықта мектеп оқушылары спорт зал, кітапхана, ақпарат, компьютерханадан тиімді пайдаланып келуде. Мемлекетімізде білімге өте көп назар аударды. Президентіміздің бастамасымен әр өңірлерде президент мектебі ашылуда. Ташкент қаласы, Нүкіс қаласы, Хорезм және Наманган облыстарында президент мектебі ашылып, білікті мамандар, профессор оқытушылар дәріс беруде. Құрметті қонақтар, құрметті ата-аналар, тағы бір айтып өтетін жайт, жоғарғы оқу орындарына құжат тапсыру бойынша бірқатар өзгерістер енгізілді. Алдын институтқа құжат тапсыратын болсақ, сол жердегі барып документ тапсыратын еді. Бұдан былай әрбір оқушы орталықтар ашылған, халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып документ тапсырады. Құрметті елбасымыз Шавкат Мираманович әрбір сөзінде мені ойландыратын бір нәрсе, ол келешек жастардың ертеңгі күні дейді.
ол сөз бекер айтпаса керек. Президентіміздің тиісті жарлығымен сәйкес 2021-20 оқу жылынан бастап студенттердің жатақ жайының 50% өкімет тарапынан төленіп беріледі. Ол сіз жастарға мемлекет тарапынан білім алу және кәсіпкерлік қылу үшін көп қолдаулар болып жатыр. Біз сол мүмкіндіктерді қатшы бермей тиімді пайдалануымыз керек. Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе білім деп атақты жазушы Мұхтар Әуезов айтқандай, жастарды оқуға шақырған қазақ мектебін негізін қалаған Ыбырай Алтынсарин келі балалар оқылды деп бекерге айтпаған. Сөз соңында құрметті қонақтар, ата-аналар, 5-10 сынып оқушылар әр сыныпта 2 пәннен сыныпқа көшу бақылау емтихандары, 9-11 сынып оқушылары мемлекеттік емтихан болып өтеді. Емтихан кезінде ешқандай артықша заттардың болмауына ескеріп өткенін жөн санаймын. Жыл сайын түлектердің ұядан ұшар сәтте 3 тілек айтамын. Құрметті оқушы түлектерім, балдарым. Әуелі елбасымыз айтқандай білімді болуды, рухани бай, білімді азамат болуды дейміз. Содан кейін мәпелі өсірген атана, білімге баулған ұстаздарын қадірлей біледі. Солардың үмітін ақтауға шақырамыз. Соңында қай жерде болса да шәкірттердің еліміздің атын паш етіп биіктен көне жүре берулеріне тілектеспін. Сөз соңына қорыта келгенде 2020-20 оқу жылының қорытындысы бойынша үлгерімі, қатынасы, білімділігі, мектепте өткерлік түрлі шаралар жақсы қатынасып келген үшін мектеп оқушылары марапаттауға рұқсат етіңіздер. Алғыс елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру, ұлы даланың 7 қыры мақалалары және Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында сыр сүлейі таутылға ақын Тұрмағамбет Істілеуовтың өмірі мен шығармашылығын насихаттау мақсатында ұйымдастырылған Тұрмағамбет жырлары жаңа ғасыр көгінде аудандық көркем сөз оқу шеберлерінің байқауында үздік өнер көрсеткен үшін Әбілқасымова Жанерке 11-ші мектеп марапатталады. Тұрмағамбет жырлары жаңа ғасыр көгінде, бұл Қазақстанда өткізілген таңдапта. Мақтау жарлықтарына беретін болсақ, Науаи облысы Үшқұдық ауданы халыққа білім беру бөліміне қарасты 11 сандық орта мектепте 2020-21 оқу жылында өзінің жоғары біліммен үлгілі мінез құлқы және де мектептің қоғамдық жұмыстарына белсенді қатысқаны үшін 1-ші сынып оқушысы Мұсладинова Інжу мақтау жарлығымен марапатталады. Тап осы мазмұнда 1-ші сынып оқушысы Нұғманова Аяна марапатталады. Тап осы мазмұнда 1-ші сынып оқушысы Ағмұрзаев Нұргелді марапатталады. Екінші сынып оқушысы Мойнанова Мунисабану. Екінші сынып оқушысы Тұрсынбекова Қарлығаш. Екінші сынып оқушысы Қонарбаев Думан. Екінші сынып оқушысы Әбілқасымова Жанерке. Үшінші сынып оқушысы Қаржаубаев Мейірлан. Үшінші сынып оқушысы Абдулазизова Ақжан. Төртінші сынып оқушысы Амандықова Әсел. Төртінші сынып оқушысы Тоқтамұратова Қарақат. Бесінші сынып оқушысы Серікбаева Рамила. Бесінші сынып оқушысы Айтбаева Ақерке. Бесінші сынып оқушысы Өсерова Балжан. Бесінші сынып оқушысы Ардошева Майя. Алтыншы сынып оқушысы Мыңжасарова Айткүл. Алтыншы сынып оқушысы Мәжитова Айшагүл.
6-шы сынып оқушысы Әділбекова Ақжан. 7-ші сынып оқушысы Өсерова Аружан. 7-ші сынып оқушысы Хамитов Досбол. 8-ші сынып оқушысы Құлманова Ғазиза. 9-ші сынып оқушысы Жұмабаев Асылжан. 9-ші сынып оқушысы Хамитова Айткүл. 9-ші сынып оқушысы Ағдошева Зарина. 9-ші сынып оқушысы Тоқтамаратова Рауан. 10-ші сынып оқушысы Оразшаева Ақкербез. 11-ші сынып оқушысы Қалдыбаева Көркем. 11-ші сынып оқушысы Мойнанова Мадина Бану. 1-ші сыныптан және бір оқушымыз қалып кетті. Астында 1-ші сынып оқушысы Амандықов Әсет. Жоғарыда мектеп директорымыз айтқандай, жастар одағы бойынша демекші, мен мектепте жастар жетекші болып жұмыс атқарамын. Мен қол астымда 14 өзім оқушы болады. Мектепте концерттік шаралар, және де түрлі үйірмелер бойынша бір адам еш нәрсеге жетпейді ғой. Соған жәрдем беретін оқушылардың соларды жеке марапаттағым келді. Одан кейін де қалғандары осыған қарай жұмыс алып барады деген мақсатта. Сіздің перзентіңіз мектепте өткерілген, елбасыңыз айтқан жастарды өнерге баулу жолында жетекшіге өз қол ұшын беріп, мектепте өз қолтаңбасын қалдырған 11-ші сынып оқушысы Мадина Бану Жалғасқызына. Екінші болып марапатталатын Қалдыбаева Көркем Жәнібекқызы. Ата-аналар түсініктеме берсем, бітірушілерге рамки салып берген менен естелік болсын. Екінші болып марапатталатын Жұмабаева Асылжан Әділбекқызы. Үшінші болып марапатталатын Нұғманов Әли Ерланұлы. Мажитова Айша Анапиязқызы. Өсерова Балжан Амангелдіқызы. Құрметті қонақтар, біз бұл мерекелік шараны жоғары дәрежеде өткізгіміз келді. Дегенмен бүгінгі пандемия кезінде өздеріңіз түсінесіздер, біліп жатсыздар, қазір талап басқаша. Енді адамдар құтты болсын, халықтар оң болсын тағылған әте. Бітіріп жатқан балдарымыз беттерде көрініп, қайда барса да оң болсын. Қай жердің баласы, қай жердің балдар деген уақытта Мыңбұлақтың балдары деген атақ елуларға тектесін. Осы балдардың дайындаған шағын қасиетті бағдарламасы бар. Тамашалап, осы ән шырқап, би билеп отыруына тілектесін. Мерекені тағы мәртебе құтты болсын. Құрметпен өзіңізге, шәкірттерге арналсын тілегіңіз. Ұрпақсыз шәкірттерге бақ келген бе? Бапкерсіз тұлпарларға бап келген бе? 11 жыл сынып үшін жанын салған сөз кезегі жетекші. Бапкерлерде екеле түлектеріміздің ең алғашқы ұстазы Қожагелдиева Күләш апай. Және де бүгінгі таңда 5-ші сыныптан қабылдап 11-ші сыныпқа дейін жаңа өмірге қадам басуына дейін жетекшілік еткен Ойсыба Алтын апай ортаға кел, шәкірттеріңізді құттықтасаңыздар. Бүгін біздің 11-ші сыныпта мектебімізде Сыңғырлас соңғы қоңырау атты салтанатты кешімізге қош келдіңіздер. Не дейміз, қазақта жақсы сөз бар ғой, екі дүниең абат болсын, екі тойың қабат болсын дегендей. Міне біріншісі осы биылғы 11-ші сынып оқушылары осыдан 11 жыл мектеп табалдырығын аттап, жаңа өмірге қадам басқалы отыр екен. Міне бірінші тойымыз осы болса, екінші тойымыз осы мектептің 40 жыл алдын ұлағатты ұстаздардан білім алып, білімін шыңдаған ағаларымыз, апаларымыз не өзінің мектебіне келіп,
көңілдерін білдіріп жатыр екен. Тойларыңыз бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын. Енді бүгінгі мынау 11 сынып оқушылар осыдан 11 жыл бұрын, яғни 2010 жылы 1 сыныпқа қабылданды. 7 оқушы болып, оны марқұм Молдахова Ферида апайымыз қабылдап алған еді. Міне енді 3 оқушымыз түрлі себептермен Қазақстанға көшуіне байланысты және қаладағы 9 санды мектебіне оқуына байланысты 4 оқушымыз қалды. Бастаушыда мен өзім сабақ бердім, өте алғыр, өте жақсы оқушылар болды. Әсіресе Мойнанова, Көркемшиева қыздарымыз сабақтан өте дарынды, мейлі ән болсын, би болсын, ән шығару болсын, өлең шығару болсын, сурет салу болсын, қай сала болса да барлығына жақсы белсене қатынасқан оқушылар болды. Не дейін, бұл 4 оқушым, яғни осы өзімнің шәкірттерім, сендерге тілер тілегім, келешекте алдағы тұрған мемлекеттік имтихандардан өте жақсы деген бағалармен бағаланып, жаңа өмірге қадам басып, жаңа оқу жылдарына, жаңа жоғары оқу орындарына түсіп, келешекте ата-аналарын үмітін ақтайтын азаматтар және азаматшалар болып жетіле беріңдер. Не дейміз? Әрқашан жолдарың болсын, қанаттарың талмасын, биіктерден самғай беріңдер. Енді бүгіннен бастап мектеп өмірі артта қалды. Алдарыңда жаңа өмірдің баспалдақтары бар. Міне сол баспалдақтардан сүрінбей өтулеріңе тілектеспін. Және бір рет бүгінгі мерекелерің құтты болсын, қадамдарың құтты болсын. Биіктерден самғай беріңдер. Ақ жол сендерге сәттілік тілеймін. Құрметті ата-аналар және ардақты ұстаздар, бүгінгі мереке құтты болсын. Бүгінгі мектебіміздің қанат қағып ұшқалы отырған түлектерімізге алдағы уақытта өмірлеріне үлкен жетістік тілеймін. Және де қанаттарың талмасын, биіктерден көріне беріңдер, жоғары оқуға орнына түсуге тілектеспін. Құтты болсын. Меншесі демекші, келесі кезекте ән орындайтын 11 сынып оқушысы Ойнанова Мадина Бану. Мың алғыс саған, ұстазым. Шалықтап кетсем шаттанам, шәкірт қиялы тәлімнің ұлып бағасын бойға жияды.
Назар орындарыңызға отырсаңыздар болады. Жиынымыз өтіп жатыр салтанатты төгілген күн нұрының шапағаты. Мың бұрабыт бишілер би билейді, халайық қол соғайық мархабатты демекші, мектебіміздің биші қыздарының орындауындағы қазақ биін қабыл алыңыздар. Келесі кезекте 9-шы сынып оқушысы Нұғманов Алидің орындауында түлектер сағынышы жылдықтарының құрметіне дайындалғысыңыздар, осыңе ортаға жайсыздар. Али.
günge Tatılıp geldi gelirse Kendisi kayda gelirse Esini kalay getirir Esini günge yegirse Hurmatli ovulimiz aholisi, hurmatli birinchi sektorimizning aholisi, endi birinchi sektorga kirib, Mingbuloq ovuli, tuman hokimligi sektori. Ana men bugun sizlarni katta bir bayramlaringizga, katta bir tantanallaringizga shohid bo'lib turibman. Xursand bo'lib turibmanki, shu maktabni, shu dargohni bitirgan, hayotda o'zini o'rnini topgan insonlar shu maktabda 40 yildan keyin kelib, yosh bolalarga mana endi hayotga qadam qo'yib keladigan bolalarga o'rnak bo'lish uchun tadbir tashkil etib, tadbirda ishtirok etib turibdilar. Bu uchun sizlarga katta rahmat. Salomat bo'lasizlar. Biz o'ylaymiz, bu Mingbuloq ovuli ancha yillardan buyon Uchquruq tumani orasida Mingbuloq ovulida yetib chiqqan kadrlar butun respublikada, butun dunyoda o'ziga yarasha o'ringa ega, o'ziga yarasha obro'ga ega. Har jamiyatimizning har qaysi sohasida yetuk kadrlar yetishtirib chiqargan maktab desam, yolg'on bo'lmaydi, mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu maktabda bitirib chiqqan Nurladdin Mustafayevich bilan birga hozirgi kunda tuman hokimi o'rinbosari, Mangabek Safiyevichni bizdan taniymiz. Bu yerda hokimiyatda o'z jamoatchiligida hokim maslahatchisi lavozimlarida ishlab kelyapti. Bundan tashqari mana juda ham ko'p mana savdo xodimlari, Xayribay aka hamma shu yerdan yetuk savdo xodimlari jamiyatning mana qaysi sohalarini ko'rsalaringiz hammasi Mingbuloqda yetishib chiqqan kadrlardan to'g'ri keladi. Biz bu uchun Mingbuloqning avvalambor ustozlariga katta rahmat aytamiz. Bu nimadan dalolat beradi? Mingbuloqda yetarlicha bilim, yetarlicha muhit shakllangan shunga. Shuning uchun katta rahmat ustozlarga. Tuman hokimligi nomidan men sizlarni bugungi kirib kelgan bayramlaringiz bilan chin qalbimdan qutlayman. Mana bu yil 4 ta bitiruvchimiz bor ekan. Omadlar yor bo'lsin bularga, ilohim. Omadlar, zafarlar tilab qolamiz. Shu biz tilab qolamizki, eng shu o'zlarini xohlagan oliy ta'lim o'qish yurtlarida yuqori ballarda kirib, shu maktabimizni, ovulimizni sharafini yuqoriga ko'tarishiga tilab qolamiz. Ularga zafarlar, omadlar yor bo'lsin hammasiga. Mana men sizlarga bitta misol aytaman. Ernazar va Muldir o'zimizda oldin shu yerda bitirgan bitiruvchimiz bor edi. Yoshlar daftarga tushirdik-da, biz bu qizimizni kontrakt to'lovini to'lab berdik o'zimizni videosiga kirib. Biz ishonamizki, agar shu oilalarda ro'yxatga yoshlar daftarga turadiganlar bo'lsa, biz ularning kontrakt to'lovlarini to'lab berishlariga ham yordam beramiz. Omadlar yor bo'lsin, zafarlar bo'lsin. Salomat bo'linglar. Tabriklayman. Биікке дара самғап азамат болып оралған ағапалар, береке мен бірліктің басын құрап жүрген жандар жайқалсын жасыл құрап. Бітіргелі мектепті көп жыл өтті, сағынысып кездесу асыл мұрат. Көкірегінде ұрпақ парызы мен сағыныш сезімдері толысқан Мыңбұлақ ауылының азаматтары араға 40 жыл уақыт салып, Алтыныя мектебінде жүздесті. Өмірдің сан тарау белестерінен өткен түлектер өздері білім алған мектебінде арнайы кездесу ұйымдастырып, ұстаздарына құрмет көрсетті, туған жерге тағзым етті.
Бұл ғасырға жуық тарихы бар номер 11 орта мектептің 1981 жылғы түлектері еді. Осы жылы білім ұясынан көптеген оқушы бітіріп шықты. Әрқайсысы өз жолын тапты. Ойы зерек, талабы ерек. Бұл сыныптағы түлектер арасында бүгінде қайсы бір мамандықтың иесі табылады. Сондай-ақ ұстаздардың ұлағаты болар. Олардың біразы мұғалімдік мамандықты таңдап, бүгінде ұрпақ тәрбиесіне үлес қосып келеді. Олай болса, халқымның қошеметімен 40 жыл алдыңғы түлектерімізді аттарын атап ортаға шақырсаңыз. Жаңаға Ағымбаев Абат, Самұратов Байназар, Ермаханов Нұрғали, Көшербаев Нұржау, Шақарбаев Алғар, Тұяқбаев Әбілхан, Ибрашев Қонақбаев, Мақшатов Әбілқасым, Келімбетов Әбел, Майзабаева Алида, Бегімбаева Дәметкен, Бекбаев Рабиға, Ерешкенова Айдана, Қонысбаева Бейбіғатша, Қоңыршаева Ақжамал, Қоңыршаева Баян, Өрісбаева Гүлнар, Қайырова Ажар, Жаңаева Шәргүл. Және де менің достарым келеді. Ерошкүлге дайындық қылайық мектепте деп Нұртаева Рашрам бөлімге келеміз. Құрметті қалай, құрметті ұстаздар, реттестіп отырған осы мектеп ұжымына рахмет айтамыз. Әуелі жұмыстарыңыздан табыстар тілейміз. Білім берудегі елементін қазғандардың жұмыстарыңыз ауыр, осы жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Әрдайым биіктен көріне беріңіздер. Біздер осы мектепті 81 жыл бітіріп едік. Кеше бітіргендей болып жүрміз. Сол көңіл сондай болады екен. Жаңағы көп балдар бар, осыларда сөйлеу керек. Мен мына бүгінгі түлектерге, осы мектепті бітіруші жастарға айналайын. Біздер ала алмаған шыңды бағындырып, біздер ала алмаған белестерді бағындыра беріңдер. Бұл Ушинский мектебі Мыңбұлақ совхозы, алдын Тамды районынан кейін Шұлық районына өттік. Сол кездердің өзінде Мыңбұлақ совхозы 70% бірінші орын совхоздардың ішінде жоғарғы білімді бойынша. Өте жоғары білімді кадрлар жетістірген бұл жерде, өте білімді адам, профессорлар да шыққан арамыздан. Сол осы бүгінгі жастарымызға, бүгінгі бітіріп жатқан балдарымызға, бүгінгі түлектерімізге сол белестерді бағындырыңдар демекшімін. Өмірде өз орындарын табуына, ата-аналарына қамқор, отан сүйгіш, жас болып өсе берсін. Барлықтарыңыздың жұмыстарыңызға табыстар тілеймін. Әрдайым амандықпен қауышайық. Халқы, құрметті мектеп ұжымының оқытушылары, мынау 40 жыл өткеннен кейін біз осы кездесуге келіп отырмыз. Кешеден бері жылы құшақпен қарсы алып жатсыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Бүгін 40 жылдан кейінгі кездесіп жатқан класстас достарыма кездесу құтты болсын деймін. Сағынысып, көрісіп, тіпті бірі 20 жыл, 30 жыл, кейбірі 40 жылдан кейін барып көріп тұрған класстастарымыз бар. Мінеке қуаныштымыз бір-бірімізбен кездескенімізге. Әрдайым дендерің сау болсын, көңілдерің қош болсын. Бұлардың барлығы қазір ата, әже болған кісілер. Немерелерінің қызығын көріп, ендігі 50 жыл 60 кездесіп бір-бірімізбен кездестіруға Аллаға шүкір. Ал енді осы кездесуді ұйымдастырып жатқан мектеп ұжымына үлкен рахмет. Балдарымыз өлең айтып жатыр, би билеп жатыр.
Orta үлкен азамат болсын. Бүгін мына мектепте бітірген түлектерді бар. Бізде 81 жылы өзіміздің қалай бітіргенін есіме түсті бар. Бізде мына жерде үлкен клуб болған кезде клубта бізде түлек болды. Осы мектеп ұйымына мүше еді. Бізде 40 жылдан кейін келіп мектебімізді сағынып келіп тұрмыз. Осы базарда алдағы өмірде өз орнын оқу орнына кейінгі одан кейінгі Ушинский мектебінің атын жақсы жағынан шығара беруіне тілектеспіз. Оларға ақ жол, қанаттары талмасын деймін. Қалған барлық мұғалімдерге, ұстаздарға мектептегі рахмет, жұмыстарыңыз табысты болсын. Бұдан кейін де осы мектептен осындай жас түлектерді тәрбиелеп ұшыра беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Құтты болсын. Мен қысқадан ұста алайын. Бірінші арнауым ауылға. Ауылдың тауса алмай сөзін айтып, кетердей болам кейде бүгін қайтып, ауылдың көктемнен жазғандай тұратын көк жусанның иісі аңқып. Жырларсыңдар жырлы жақсылар, туған жерге кімнің айтар сөзі бар. Табиғаты адамдығы шынайы, тәуелі бай, қырандары самғандар. Мектебім өзіңде алған, алғаш білім алдым. Кеудеме ізгіліктің жолын салдың. Ең алғаш әріп танып кітап оқып, өзіңде өнер қуған шәкірт болдым. Аямас шәкірттерден қуат үшін, үйрендік ұстаздардан өмірді шын, ардақты ана тілді жаттап өстік, қастерлеп туған жерді сүю үшін. Мектебім сен ұшырған жол құсыңмын, жүректен өзіңе арнап жыр ұсындым. Алғашқы сабағымнан басталады, бастауы берекемен ырысымның. Дос тауып бауырымнан бір түледік, бәйгеге қосқан тұлпар дүлдүледік. Тарыдай болып кірген есігінен таудай болып шыққанда дүркіредік. Әр жылы көктем күзде алаңдаймын, сен жаққа көзім салып қарайлаймын. Мектебім ұмытпаймыз қайда жүрсем, мен әлі жас оқушы балаңдаймын. Соңғы қоңырау, соғылып соңғы қоңырау, балалық дәурен үзілді. Толғанып толқып тұрдың ау, көзіңнен тамшы көрінді. Тұрмайсың енді таңертең, ұйқыны тәтті қимастан. Сөмкесін бәрі сүйреткен, келмейді тәйттік құрдастар. Шашыңнан енді тартпайды, қасыңа таяп қыздардың. Дәптерді алып қашпайды, оқудан озат ұлдардың. Бармайсың қайтып мектепке, сағынып жыл тұсындай. Соңғы қоңырау әдетте, сыңғыры мұңды осындай. Орындарыңыз отырсаңыздар. Кеудедегі от сөнбей, бір аспаннан биіктерге асыңдар. Келесі кезекте ән орындайтын Тұяқбаев Байбатша. Қара сөзден өлең оңай, балыққа сая судан терең оңай. Шешендер сөйлегенде жаныңдерді көңілімнің құсын ұстап берер оңай. Құстарға жорғалаудан ұшқан оңай. Серге сұлуларды тұшқан оңай. Күш қосып бірлескендер ел алады ынтымақ қайда болсай дұшпан оңай.
başıma tuşma sonda bilmek sorgulap şümügününe yuku yolganday başıma tuşma sonda bilmek aridaşım aridaşım
кіші санды балабақша бүлдіршіндерін ортаға шақырамыз және де балабақша ұжымының меңгерушісі бастығы Құдайназарова Бекбоза. Соңғы қоңырау атты мерекесі құтты болсын. Алыстан келген аға әпкелер, мына 40 жыл болған мектептеріңізге, алтын ұяларыңызға оралып еске алып жатқан қуанышты күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Біздің Мұңлақ ауылындағы 4-ші санды Қарлығаш балабақшасы бәйшешек топ бүлдіршіндерінің балабақшаға арналған тақпақтарын тарту етеміз. Қабыл алыңыздар. Оқуға шақырды тыңғырлап қоңырау. Оқимыз, білім аламыз, білім жолын саламыз, бақша менен қоштасып, біріншіге барамыз. Сигарет өнерін оқу сабақты гүлге бөліп алақты, әдеттері талаты ұлан мен орта. Отан мен ежелері батан, осы саған бақсаны ауырмаз. Бала бақсаңыздар көседегі азаны саттығы бар сұрақты, өз үйіміз сияқты. Мектепке де барамыз, бақса болды панамыз, мектепке де барамыз, оқып білім аламыз. Мектепке ертең барамыз, оқып білім аламыз. Қасықта емес арамыз, сіздегі келіп тұрамыз. Алла бақта өсідіңіз, балалық еттекке жадыңыз. Ұмытпаймын өзіңізді, ұмытпаймын сөзіңізді. Таққанымды бекінеп, еркен еткенім қызым. Анамызға ерекше қуанышты болған. Үстіміне бойымыз, қуанышқа ортақыз құтты болсын тойымыз. Қуанышымыз біздің бұл, мектепке біз аттық жол. Ұмытпаймын өзіміздің салам алсын. Айналайын балалар, алдарыңда мектеп ана бар, өздеріңнен өседі өнерлілер даналар. Өсті міне ойларың, қуанышқа ортақпыз, құтты болсын тойларың. Жақсы шәкірт азамат атанады халқына, атанадан баталады. Ұрпағына айтсын деп ақ тілегін ортаға шақырайық. Бітірушілердің атанасын дегеле келесі құттықтау сөз атаналарда. Мектепте қосалақ той деп атамыз ғой. 40 жылда бітіріп кеткен үлкен нелер, атаналар дейміз, қондос нелер. Қадамдарыңыз құтты болсын, тойларыңыз бәрі құтты бола берсін. Бітіріп атқан түлектердің де бітіруі бәрі құтты болсын. Дендері сау болып, үлкен белестерден көріне берсін де, алда қойған мақсаттарына жете берсін. Ұстаздарға бәріне мың алғыс. Бәрімізге де тойларыңыз құтты бола берсін. Шаттық толы өмірім, мектеп әнім болып төгілдің, мектеп ана болып та көріндім. Келесі кезекте 4-ші сынып оқушылары орындауында мектеп вальсі. Қарсы алыңыздар.
Bарлығын аямайтын қолдағы бойындағы тәлім тәрбие зор бағы. Шаңырақтың басшысы Сәкен ағай 11-ші мектебінің ардағы. Ана болып мөлдіреген көздерге, куә болып біз бақытты кездерге, қадірлі бекарыстай ұстазымыз тәліммен тәрбие берді біздерге. Санамызға ізгілікті түйдірген, бойымызға жақсылықты үйдірген, қадірлі ғазизбей ұстазымыз Ньютон мен Фарадейді білдірген. Кеміспейтін зере ұлжан сарадан, өзіңізбен өркендейді барадан. Алғашқы ұстазым Күләш апай тәлімімнің іргетасын қалаған. Жүзіңізден көрем әркез арайды, мінезімен тамсандырған талайды. Сыныбымыз жетекшісі Алтынай апай баршамызға баласындай қарайды. Мектебімнің мәңгесінде ұраным, өздерінде менің бақыт бұлағым. Алишер ағайымыз Даражан үйрететін атым судың құрамы. Ажары бар озаттығын жарықтан, ақ батасын алатын кіл халықтан.
Биолог оқытушымыз Гүлшат апай жануар мен табиғатты танытқан. Ұстазым бір шыңырсыз асқардың, сіздағы бір жұлдызы аспанның. Баршаны игілікке жетелеген Ерлан ағай жетекшісі жастардың. Сіз салған жолмен жүріп келемін, біздер үшін мол ой ұстаз берерік. Информатика оқытушымыз Ғұлам ағай танытқан техниканың әлемін. Ұстазым Арқалмолдың өлеңіне, өлеңім асқақ өнеріне. Қазақ тілі ұстазым Гүлжанат апай бойлаған поэзия тереңіне. Сөндірмеген кеудедегі жарқылды, мен өзіне теңемеймін алтынды. Үйреткен даналықпен Обыт ағай мемлекеттік тіл менен салтымды. Қантайдаған алаулатып өшкенді, әрбір жанның көңіл күйін ескерді. Бағалы қайталанбас Азат апай үйреткен Александр Пушкинді. Сөздерімде үні бар ой ғасырдың, бойымдағы қателікті жасырдың. Ағылшыннан Әбілқайыр ұстазымыз даражан ғой, сыны ғой асылдың. Тәңірмен көпке үлгі көрсеткен, теңеуімді таба алмадым жері көктен. Астроном Базаралы ұстазымыз асыл сөзі тарихымнан сыр шерткен. Салахматтың қалдап алғаны кеудемде шын ниетпен талпынып арман қоған сендер едіңдер. Мұқағали өмірзақ болып ғұмыр кешіңдер, сезімнің сырлары сәттер. Көгершін жей салғандар түлектерім орындалсын өмірде. Жүректерім бұл соңғы қоңырау үні, балалықпен қоштасу, үлкендігімен қауышу үні. Өмірде ілбілтек көшпейді, жүретін сергек жол мынау. Құлақтан үнін кетпестей, сыңғырла соңғы қоңырау, сыңғырла соңғы қоңырау. Деп мектеп түлектерін жаңа өмір баспалдағына шығарып саламыз. Қоштасады алтын мектебін, маңдайынан сипап өтер көкте күн. Сәт сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз бір армандарға еткендей. Декеле емтиханды жақсы бағаға аяқтап, жоғары оқу орнына оқуға түсіп, өмірде өз жолдарын табуына сәт сапар тілейміз. Және де осымен оқу жылының салтанатты соңғы қоңырау жиынын жабық деп жариялай отырып, жазғы демалысты жақсы өткізіп, келесі оқу жылында амандықпен жолыққанша сау саламатта болыңыздар. Және де музыка қойылса, қоңырауларды деп жаса. Мектебіміздің ішіндегі мына математика классы
Bizim Ağlasının Kaldıbay Ağay'ın klas et bizlerge bektirgen. Olsa sol klas. Ayağını özgürlüğe sok etmişler. Buna qanday zamonaviy yo'lga ko'rdimda bular meni bari o'zgargan texnikaning davumiga. Hozir boshqa kabinetdan Aglasda boramiz hozir. Aglas qozoq tilmi? Biologiyami? Voy, shunda bo'ladi. Bular armizlar. Sondaymi edi? Mahalla biz. Ana jas kişiler kadar okudu. Bunaqa reglaslar okudu olsun jag'ini. Senda arqana borib isitib bo'ladi. Bayqa. Bunaqa boshqa. Qasam, hadi. Saçlarımı suzdan diye bana kolunda. Çıkarda bile bakıştı. Ana neler çok bu beyaz durmam bu. Vurdayım ben. Biraz ne ettin? Açtım koçum, atan basına.
қуаныштарға біз бөлісіп қызмет қылып жүре берейік. Қайда жүрсеңіздер аман боласыздар. Елдеріңе жеке жерлерге аман сау жек болуға тілектеспіз. Біздер коллектив атынан рахмет айтып келеді. Сыныптастар, ауылдағы келе алмай қалған сыныптастар, мектеп ұжымына мына пердені сыйладық. Ар жағында мына пердені. Мынау актовый зал екен. Әдемі көрініп тұр мінекей. Балықтарыңызға көрсін деп айтып жатыр мына пердені әдемі. Рахмет, рахмет. Бірлердің атын жасадылықтан барлық мына мектеп ұжымдарына рахмет айтамын. Біздерді құрметтеп қарсы көп қызмет қылып жатыр. Жұмыстары алға бассын, өмірлері болсын, бақытты болсын. Әр уақытта Ушевский мектебіміздің аты алға шыға берсін. Тілектеспіз. Ең алғаш қолға қалам ұстатқаның, ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен ұстазым, қалдырған өзің мәңгі ұстазым менің ұстазым, ұстазым менің ұстазым, өзіңнен өткен ұстазым, қалдырған өзің мәңгілік, жанымда тұрар жаңғырық. Ой, бұларды қой ана ар жақта. Сәлем бер. Саламатсыз ба балалар? Аяқты бала депті. Ақжамал, не болды? Қаншадан бар? Сен бір ақ бос тұр еді. Жоқ, бос екен ғой. Шәлекті берейін де міне. Бас қосып отқан себеп барлығымызға белгілі ғой мінекей. 40 жылдық мына мерекелеріңіз оң болсын, құтты болсын. Мінекей Құда қаласа 50% өтті ғой. Міне яғында ат салысып, қуанышпен өткейді. Мінекей ортамызда ұстазымыз отыр. Ой, біздің ұстаз, сен ұстаздық баяқ жеп қойған. Ұстазымыздың үйінде мінекей қонақ аста бас қосып отырмыз мінекей. Барлықтарыңа біріншіден денсаулық, отбасыларыңызға амандық, қуаныш, бірлік тілеймін. Қайда жүрсеңіздер де аман болып, дендеріңіз сау болып, осындай тойларға, жақсы күндерге келіп кете беру әрдайым сіздерге нәсіп етсін. Баршаңыздың бастарыңыз тойдан шықпасын. Мінекей қақа, қуаныш бәрімізде ортақ болып, сізге де құтты болсын, оң болсын, отбасыңыз аман болып, осы шөберелеріңіздің қызығын көріп жүре беріңіз, деніңіз сау болсын. Мына беріп атқан қонағасыңыз қабыл болсын, дастарханыңыз ашық болып, осындай жақсы күндерге, тойларға бұйыра берсін. Әрдайым аманшылықта кездесейік. Рахмет. Негізгі программасы мектепте жақсы өтті. Міне кездескеніме қуаныштымын сіздермен. 40 жыл дегенде
Birazınızды көрмегендерімізді көріп жатырмыз. Осы қуаныш барлығыңызға құтты болсын. Міне бүгін Қалдыбай ағайымыздың отбасына келіп отырмыз. Қонағасы беріп жатыр. Қалдыге қабыл болсын, деніңіз сау болсын. Қалдыген қазір шөбере сүйген үлкен ақсақал шөбересі бар. Осы жұмысты болып сіздер де атасыздар көбіңіз, әжесіздер, сіздерден немереден шөбере сүйіп, осындай ағайымыз сияқты үлкен ата әже болуға жазсын. Қалдекеңе зор денсаулық тілейміз. Қалдеке балдардың ортасында отыра беріңіз осылай. 50 жылда да кездесеміз деп жатыр бұлар. Қарсы емессіз бе? Жоқ. 50 жыл, 60 жылда кездескенде де Қалдекең осылай ортамызда отыра берсін. Аманшылық болсын. Отбасыңызға жақсылық, қуаныш тілейміз. Немерелеріңізден қызықтарын көре беріңіз. Барлығыңа тек жақсылық тілеймін. Отбастарың аман болсын. Дендерің сау болсын. Тек алға Қазақстан деп. Жоғалтпай туған жерге келіп, мектепке, ұстаздарға тағзым етіп жатырмыз. Барлықтарыңа рахмет. Ден сау болсын, өмір ұзақ болсын. Өмір деген үлкен мектеп қой. Сол мектепке осыдан 40 жыл бұрын жаңағы бақыт кемесін бұрған болсақ, сол бақыт кемесі, сол біздің айлақтарымыздың өзі, сол бақыт деген тұрақта болсын да. Дендеріңіз сау болсын, біздерді өсірген ұстаздарға тәлім тәрбие берген өзі. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дейді ғой. Осы кісілер аман болсын, осы кісілердің жолын берсін, әуелден ақырымызды берсін, өсіріп атқан өзіміздің ұл-қыздарымыздың қызметімен қуанышы, рахаты бұйырсын. Әмин. Жас кезінде көрген бейнет еш уақытта ұмытылып кетеді ғой. Енді осы зейнет жасына келіп жатырмыз, бәріміз. Осы зейнет жасымыз бейнет болмасын да. Жақсы күндеріміз көп болсын. Тойда, осындай тойда ең жаман күндеріміз осындай кездесулер бола берсін. Сол бәріңе де айтарым. Мынау атам қазақ айтады ғой, орамал тон болмайды, жөн болады дейді. Мынау ағайға азғантай сыйлығымыз бар, естелік ретінде. Мына келіншектер ар жағын жалғастырады. Беріңіздер. Қане, нелерің тапсыра беріңдер. Ой, көтеріп жүрсе гүлдермен ана. Қолына шама. Мынау кәдімгі көшеге кие беретін. Шапаннан көрі шұғатылған шады береді. Петров кесебінде киіп шығасың. Как раз размерден. Әне күн суреттен көп қойдым ғой. Құтты болсын ағай. Апайдың несін бердіңдер ма? Жүре бер осындай. Дұрыс, балаңыз ғой? Мінеки құтты мекенге, туған жерге сағынып келіп отырсыңдар. Қадамдарыңа нұр жаусын. Әр уақыттарда дәулет пен бақыт бір болып шаңырақтарыңа орналассын. Осында жүрген уақыттарында, әр уақыттарда сендерді қыдырата қолдап жүрсін. Аман болыңдар бар уақыттарда. Осы қуанышты күндеріміз осындай бола берсін бар уақытта. Дастархандарың бар уақыттарда қонақтарға, нелерге, жақсы ниеттеріңе жайылсын. Дендерің сау болсын. Мен құсап, шөбере сүйіңдер, немере сүйіңдер. Бірінен бірі қымбатта болады өзі. Немереден шөбере. Қосылғандарың болса, бәрі құтты болсын. Ал, мына кісіге береміз ғой? Кейін бірі қоштасын. Мен де айтайын. Мына өмірлік жарымыз бұны мен 8 бала өсірдім. Сендерге сабақ бергенім жоқ. Мен көзімнің екеумізден өрбеген балдары. Одан немере келін бәрін өсіріп.
Geçenlerde badarım yeşerimce kazaydım. Okutan okuşular içinde bärin menendek tarıday bolup tawday bolup yen bärin kadra katarlar. Nemere süýüp penal kız atıp atşynlar. Bäriňinde baxtly bolunlar, ömürleri uzak bolsun. Özüm her kaçan öýçüp hürmetge toyga kele berin. Bärin baxtly. Men baldarım turala aytıp keteyim. Baldarım turala. Pernem senderdim soňky toňralarynda takkan pernem yürüyüş ketipdirdi. Yürüyüş. Odan keyingi Aygül degen kızım ol da yürüyüş. O şerde advokat boldu bir yıl. Sapkozda. Keyin turmuş aşağı şulukta istedi. Hazır şulukta istedi bir mekemede dispetcher. Odan keyingi bir kızım Nabaydağı pedinstitütü bitirdi, Kazak dili edebiyatını. Hazır Kontayda Nabaldarına gittik, özünün nabaldarını da, benim baldarımda. Bäri bir koy, ayrıga olmaydı hazır. Direktor, äri, zavuş, bol, iki jumsty bir atkarıp atır. Bir kızımdı okutalmay kaldım. Jakonumda, bunu da okutup aldım Taşkentke. Metewir buyurganı boldu. Elimizden kelgen işi. Senderge aytıp atkanım o endi. Sender de sonday baldarыңды okutup, okutundar, okugan nerse jakсы bolat. Azamat bolundar. Jakсы. Kettik ay. Äri keyinde jür goy magana. Kana kıyısı buğa beremiz. Kız ba? Kız akep oturmagan. Kız akep otur. Kız ba. Ne deyin? Jengşe. Ne diyeyim men? Ağay kız koyun. Sosun men ayttım, жүрөгүммен ойласың. Мен кайтып айтам саған. Өйт деп айта алмадым. Жастайынан қағынған бәле екен ғой, бала. Жоқ, бұл емес ол. Бұл жаңағы ғой. Бұны ақтап алдым ғой. Ол қағынған сөз жоқ мақтап алды. Бірақ енді бұл кездерде енді баланың барлығы бір түр болып кете берсе болмайды. Әркімнің мінезі әртүрлі. Соған қарап оқытушы әрекет жасау керек. Әрекет жасау керек. Бір оқушым болды, кеше айттым. Бақылау жұмысы ол кездерде көмекші құрал деген болатын. Шкафта тұрады. Бақылау жұмысын алдым, ертеңіне жаман балам 5 деген. Тым қате жоқ. Біздің шәлекті бір. Одан кейінгі бақылау жұмысында 5 деген баға алды. Сосын бұдан кейінгі күні шақырдым оны, деген бала дедім. Мә дедім, ана кітапта бар орнына қойшы. Орнына қой. Ертеңіне бақыл орнына қойып кетті ғой. Кейсің болмайды. Баланың тілін табуым керек қой. Баланың тілін тапсаң, қазіргі балдарға мен бір тұратын жерім бар. Қазіргі. Онша жоғары класстар емес. Бұдан төмендеу. Мына жерден өтіп атқанда, ассалаумағалейкум ағай деп қолыммен алып кетеді. Болмаса әлдеқай. Соған мұғалімнің қуанышы, мен айтайын сіздерге, оқытушының қуанышы көп адам жек көреді. Ей мұғалімді қойшы. Мұғалімнің қуанышы өзінің оқытқан баласы келіп сәлем берсе, ең қуанышы бізге, біз үшін. Оның еш нәрсесінің керегі жоқ бізге. Келіп сәлем беріп, ағай сәлем, қалай жақсыз ба, денсаулығың жақсы ма десе, біз төбеміз аспанға жетіп қалады. Қате емес шығар бұл сөз? Қате емес болды. Жақсы, мылжыңдап кеттім деп, ана кісіні сөгіс өстірді. Мұғалім көп сөйлеу керек. Жақсы. Қадеге жағынан сұрап атқан, кім қыз жазды саған қатты деп атқан, мен келіншегі мынау, өледі қызғалып. Осы уақытқа дейін қызар топырлап сынады ғой маған Қадеге. Ол мақтамайым Қадеге, білесіз ғой. Ол жаман болса бүйтіп жүре алмайсыңдар ғой. Жоқ, Қадеге сізді сыйлағанымыз ғой, баяғы неше класс, 8-ші класс беді қабатта. Ана бір, Бердіқұл деген мейлік бір шофер болып арақ ішіп сізге тиіскеннен соң сабағамыз 8-ші класс жолдан. Абат солда, абат қай, абаттағы. Орғаныма сонда Қадеге сізге бірдеңе деген үшін 8-ші класс сонда.
Ана деген үлкен шофер болды. Біздердің класстарымыз жаман қандай оққанын білдің бе? Қандай оққанын білдің бе ағаларым? Сонда сізге сізді құтқарып алғам сонда шофер салып. Көзім 8 класс. Шапиғатшыда қудың қалды мысалы. Тағы бір нәрсе айтайын. Сен неге сабап атсың деп едім. Бұлар спорт залды бүлдірген деді барып деді. Бала дедім саған ұқсат, мен өзім сөйлесейінші балдарымменен. Оны шығарып жібердім. Сосын балдарға айттым. 3-ші сағатқа. Балдарға айттым, кәне сендер шындарыңды айтыңдар маған. 3-ші сағатта кім өтті біле қарам? Қайсы кластың баласы өтті? Пәлен кластан өтіп еді. Жоғары класс. Шайменен бардым. Балдарға. Спорт залға барғандарың жоқ па? 3-ші сағатта дедім, бір ауыз сөз. Сөйттім да, сосын шығып кеттім. Конторға барып, сосын арадан 1 сағат өткеннен кейін жаңағын түрінен қарасам белгілі ғой. Біреуін шақырдым. Шақырып, айттым, сендер 3-ші сағатта спорт залға барып, бұл не қылғандарың? Ұятпайсыңдар, ұялмайсыңдар ма деп едім. Болды ағынан жарым. Мен айттым, енді сыр сақтайық. Мен бұл сыр өмірлік кетеді, ішімде айтпаймын. Сендер бір нәрсені бітіресіңдер, спорт залды жуасыңдар, тазалайсыңдар, одан кейін маған келіп айтасыңдар. Сонымен жұмыс бітті. Спорт залды жуып, тазалап келіп, маған ағай болдық бәрінде. Бізде болдық. Кешегі, Рәушан дегеннен шығады, нешеу келдіңді ұрлыққа деп едім, 4-еуміз келдік деді. Нешеуін кірдіңдер деп едім, 2-еуміз кірдік, 2-еуміз далада тұрдық. Ал, ендігі айтамыз. Енді түстен кейін дедім, мен айттым, түстен кейін соны шегесін қағып, дүзеп кетесіңдер. Піскен кезде келіңдер. Берем ғой өзім. Сол піскен кезде келді. 3-еуі ма 4-еуі ма? Содан қалталарын толтырып жібердім. Өртке. Ертеңіне тағы келді. Қалталарын тағы толтырып жібердім. Сонда кетіп баратып айтады. Ағай, неше күнге дейін келе берейік біздер. Мен айттым, мен болар. Осының ішінде отыр, біліп отырсың, ішінде қай күні келгенін ұрылды. Білмеймін. Біздер емес қау. Сендерден осы кішкентай баласы. Көп сөйлеу жіберді. Көп сөйлеу жіберді. Көкшай. Әрдайымыз бақытты болайық, ауызбіршілікті болайық. Бізді оқытқан ұстазымызға рахмет, апайға да рахмет. Алла разы болсын. Дастархандарыңыз үнемі тойға жайсын. Сіздер сияқты біздер есімізден шығып кеткен шынын айтқанда. Ағай, апай, бүгінгі мына бізді құрметтеп шақырып отқандарыңызға рахмет. Есесіз ағай? Мына дастархан әр уақытта тойға жайылсын. Үйіңізде қуаныш бола берсін. Аман есен алдымызда жүре беріңіздер. Немере шөберелерің біздерге де жұғысты бола берсін. Ал жолдастар, сіздерге де рахмет. Бізді құрметтеп, қарсы алып, қызмет қылып жатсыздар. Өте қуаныштымыз. Жақсы да көп нәрсе өтті. Осы күнге жеткенше асығып келіп едік. Оны да көрдік. Енді қалғанды жақсы аман есен өткеріп, аман есен елімізге қайтайық. Той болсын. Алдыбайға мынау қонағасы беріп отырсыз, қаражат қайырген мынау балдарыңыздың есіне сыйлап қабыл болсын қонағасыңыз. Әрдайым ауырмаңыз, деніңіз сау болсын. Басы балдар атаулы күндер болмаса да келген кездерде алдында қарайып, күліп ойнап отыра беріңіз. Немере шөбере сүйіп, дені соғыз дастарханыңыз әрдайым тойға жайылсын. Одан кейгіздер. Сенің құлағына шалынсын. Келіп атқанымызға, талап болып келіп атқандарымызға, келіп қадамдарыңызға нұр жаусын. Ағайды мына жайған дастархан әрдайым тойға жайылсын. Ол сосын апыстыңдар. Достар, сағынышсың ғой. Айт көже сөйлеп әлі. Алла нәсіп етіп, қоғамымызды аман есен өткізді. Барлықтарымызда дендеріміз сау болсын, аман болайық, қайда жүрсек те аман есен. Сендер де аман болыңдар, біздер де аман есен елімізге оралуға Алла нәсіп етсін. Екіншіден ағай,
мына өсіріп отқан балапандарыңыздың қызығын көріңіз, шөбере сүйдім деп жатсыз. Солардың рахатын көріңіз, апам мен екеуіңіз қартайып. Енді Алла нәсіп етсе 50 жылда келгенімізде отырыңыздар енді қыртиып. Әрекет жасаймыз. Алла соған дейін өмір берсін. Әрқашан үйіңізге тойға келейік. Сол үшін. Бұл сөйлеу болмайды азат. Дәулет пен бақыт орнасын. Бақыт бастарыңа. Еш жамандық болмасын. Жүздерің барлық уақыттарда жүздеріңде күлкі ойнасын. Семьяларыңда бақыт болсын. Өбірлі шүбірлі болыңдар. Соның қызығын көріп жүре беріңдер. Жортқанда жолдарың болсын. Қыдырата жолдарың болсын. Аман сау елге қуанышпенен барыңдар. Елімізге барып едік. Сондай қуанып қайттық деп қуанышпен барыңдар. Деніміз сау болсын, дастархандарымыз барлық уақыттарда жақсы ниеттерімізге, тойымызға жайылсын. Анда-санда біздерге жаңағы оқытушылар күні басқа да Теңге сәп тұрайық па, теңге? Теңгені ішмет тұрайық па? Рәушен, бұның қалай? Есіміз швед тұрсаңдар болды. Хабарландыру бар, хабарландыру. Сағат 7:30-ға 90 деген жер бар, 290. Сол жерде Периданың баласы қонағасы береді. 7:30-ға бүгін өзгерді, бүгін. Сонда үйреп қолыңдар. 7:30 Талғат. Периданың үйі. Сен кеше асықтың бұл белентің бар, нем бар деді. Сен қатысушылар көп болып жатыр. Гүлназ, сен дәметке түрдің. Жақа жақсы. Sağ ol.